армысыздар, құрметті кармология арнасының тұрақты да қымбатты көрермендері, сіздермен қашанда алтын аяман. Және де бүгін мен карма заңы бойынша белгілі бір сөздерді айтатын боламын. Соны мұқият тыңдап алып, болмаса жазып алсаңыздар болады. Ол сізге міндетті түрде қажет болады. Қазақша танымдық арнаға жазылып қойсаңыздар болады. Карма заңда былай делінген: сіздің өткен өміріңіз міндетті түрде оралады. Оралу себебі сіздің белгілі бір қатеңіз бар деген сөз. Сол оралу кезінде сіз сол қатеңізді анықтап және де түзе аласыздар. Яғни бұл берілген, Алладан берілген мүмкіндік болып келеді. Сондықтан, егер де өткеніңіз қайттан оралған болса, өзге де бір коучтардың сөзін тыңдап, жоқ, оған игнор жасау керек, мен енді оралмайым деген секілді, жоқ, олай болмау керек. Кім болса да, егер оралды ма алдыңызға, демек сіздің бір үлкен жіберген қатеңіз бар. Сондықтан сіз оны түзеуге мүмкіндік алдыңыз. Сол мүмкіндікке разы болып, соны түзеуге тырысыңыздар. Екінші, егер сіз біреуге өте қатты сөз айтып төмендеткіңіз келген болса, онда өзіңізге деген сыйластықты жоясыз. Кез келген спорда, кез келген ұрыста, дауда сіз үнемі жеңе беруге міндетті емессіз. Сіз жеңілістен де белгілі бір пайда табасыз. Сондықтан дауласпас бұрын ең алдымен ақылға салып сөйлеңіз. Болмаса ол түсінбеген жағдайда онымен әрмен қарай дауласудың қажет жоқ. Тұлғаның өмірі белгілі бір іс-әрекеттерден тұрады. Сол іс-әрекетіңіз сізді белгілі бір жоғары биікке, болмаса төменге алып келеді. Сондықтан жақсы ісіңіз алдыңызға жақсы болып келеді, ал жаман ісіңіз жаман болып келеді. Осы тұста астрология бойынша айтатын болсам, 29 маусымнан бастап қарашаға дейін осы жылдың ретро Сатурн жүретін болады. Сондықтан әрбір ісіңіз үшін жауап беретін боласыз. Белгілі бір жалған ақпаратты қолдану арқылы өзінің проблемасын шешетін адамның рухы өте әлсірейді. Ал әлсіреген рух өзінің армандарына жете алмайды. Сондықтан кез келген дүниеде тек қана шындық арқылы жеңуге тырысыңыздар. От болып жану үшін ең алдымен отқа күйуіңіз керек болады. Сондықтан ең бастысы сабырлық және төзімдік танытсаңыздар, өзіңіз от болып жанасыз. Сана арқылы үнемі жүріп, үнемі белгілі бір іс-әрекет тындыруыңыз керек болады. Себебі сананы қоспасаңыз, сіз өзіңіздің жүрегіңізді тыңдай алмайсыз. Осы жайлы ақпаратты мен келесі эфирімде айттым. Міндетті түрде соңына дейін тамашалап қойыңыздар. Және де осы арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде кездескенше сау, саламатты болыңыздар.